Сіз күніне тісіңізді 2 рет жуасыз ба? Ең қымбат тіс пасталарды да аласыз. Бірақ сонда да тісіңіздің түсі сарғайып ағармай қойды ма? Көбісі бұл кофеден немесе темекіден дейді. Бірақ мен сізге бір шындықты айтайын ба? Кофе ішпейтін балалардың да тісі неге сап-сары? Неге кейбір адамдар тісін мүлдем күтпесе де аппақ болып жүреді? Себебі тістің түсі бұл тек гигиена емес, бұл сіздің геніңіз бен асқазаныңыздың айнасы. Бүгін біз интернеттегі өтірік рецепттерді әшкерелейміз және тісіңізді іштен бастап қалай ағарту керектігін ғылыми түрде түсіндіреміз. Видеоның соңында мен сізге стоматологтардың өздері қолданатын, бірақ жариялай бермейтін 3 әдісті айтатын боламын. Дентин тістің нағыз түсі. Ең алдымен мынаны түсініп алайық. Тістің сыртқы қабаты эмаль, ол мөлдір шыны сияқты. Ал оның астында дентин деген қабат бар. Дентиннің табиғи түсі сары. Егер сіздің эмаліңіз туғаннан жұқа болса, немесе уақыт өте келе мүжіліп қалса, астындағы сары түс сыртқа көріне бастайды. Сондықтан сіз тісіңізді қанша жусаңыз да ол ағармайды. Керісінше қатты щеткамен ысқылаған сайын эмальді көбірек өшіріп, тісіңізді одан сайын сарғайта бересіз. Бұл көпшілік білмейтін басты қателік. Ішкі ағзамен байланыс. Егер тісіңіз кенеттен сарғайса, аузыңызда емес ішіңізді тексеріңіз. Өт қабы мен бауыр егер өт дұрыс жүрмесе, ауыз қуысындағы сілтілік тепе-теңдік бұзылады. Бұл тісте тас пен сары қақтың тез жиналуына әкеледі. Асқазан қышқылы егер сізде жиі кекіруі немесе асқазан қышқылының жоғары көтерілуі болса, ол қышқыл тіс эмалін ерітіп жібереді. Егер бала кезіңізде тетрациклин тобындағы дәрілерді көп ішсеңіз, тісіңіз іштен сарғайып қалады. Мұны сыртына жуып кетіру мүлдем мүмкін емес. TikTok пен Instagramдағы тісті содамен ысқыла, лимон шырынын жақ, немесе белсендірілген көмірмен тазала деген видеоларды көрдіңіз бе? Мұны ешқашан қайталамаңыз. Бұл тісіңізді өз қолыңызбен өлтіру деген сөз. Сода бұл абзариф, ол эмальді қырып тастайды. Лимон бұл қышқыл, ол эмальді ерітеді. Бір рет істегенде тісіңіз аппақ болып көрінуі мүмкін, бірақ 2-3 күннен кейін тісіңіз суыққа, ыстыққа сезімтал болып сырқырай бастайды. Бұл эмальдің өлгенінің белгісі. Практикалық кеңес: тісті үйде қалай қауіпсіз күту керек? Сонымен не істеу керек? Нағыз жұмыс істейтін 3 әдіс. Асқабақ пен сәбіз күніне 1 рет шикі сәбіз немесе алма жеңіз. Бұл табиғи щетка. Олар тіс тастарын механикалық түрде тазартады. Маймен шаю: күніне таңертең аш қарынға 1 қасық кокос немесе зәйтүн майын аузыңызға алып 5-10 минут шайыңыз. Май бактерияларды өзіне сорып алады да тісті табиғи жолмен ағартады. Құрамында гидроксиапатит бар пасталар. Бұл зат эмальдің тесіктерін толтырып, оны қалыңдатады. Эмаль қалыңдаған сайын тіс аппақ болып көрінеді. Қорытынды достар, есіңізде болсын, сау тіс міндетті түрде унитаздай аппақ болуы шарт емес. Табиғи сау тістің сәл сарғыш реңкі болады. Егер сізді түсі мазаласа, алдымен ішкі ағзаңызды емдеңіз. Сіз тісіңізді ағарту үшін қандай әдістерді қолданып көрдіңіз? Сода пайдаландыңыз ба? Төменге жазыңыз. Мен әрқайсыңызға жауап беремін. Лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода ауыздың жағымсыз иісінен қалай құтылу керектігін айтатын боламын. Сау болыңыздар.